Ажар 40-тан асып бара жатқан ұлын көп уайымдайтын. Немере көрсем дегеннен гөрі қалқайып жанында отырып шай құяр, қара тұтар келінім болса деп армандайтын-да. Ажар күйеуінен жас айырылды. Жол апатына түскен кезде жолдасы баласын аман сақтап қалғысы келіп, терезеден лақтырған екен. Еш жеріне зақым келмесе де қорқыныштан ақыл-есін жоғалтқан бала анасының қуанышына ма, әлде күйігіне орай ма аман есен ер жетті. Ұлының деліқұлы екенін мойындағысы келмеген Ажар ұлын қасынан бір елі алысқа жібермеді. Ауылдағы мектепті мектеп басшылығының кеңпейілділігінің арқасында ілініп салынып бітірді. Ұлының жанында болу үшін мектеп қарауылдығына өзі сұранып кірген Ажар енді баласын да қасына жұмысқа кіргізіп алды. Ұлы Жандостың зейнетақысы бар, жұмыстан алатын айлығы бар, екеуіне артылып жететін. Келін алып қалсам деген үмітпен жинаған қаржысы бүгінде банкте әжептәуір қомақты болған. Таңғасқа енді отыра бергенде есік ашылып көршісі Бәтима кірді. Кел, таңғастың үстінен түстің, деді шадырай түскен Ажар. Жандоспен бардымда әңгіме болмағандықтан осындай шүйіркелесіп отыратын жанды да сағынады екен. Бәтима кіргенде Ажар сол себепті қуанғанды. «Қызау, жақсы жаңалығым бар», деді ендіге сырылдаған Бәтима. «Иә, аузыңа май», орнынан тұрып шайды қайта демдеп жатқан Ажардың көңілі алабұртып тұр. «Біздің қыздың тиген жерін өзің білесің ғой. Сол қайын жұрты жақта бір қыз оң жақта отырып аяғы ауырлапты» дейді. «Масқара десейші, әлгі жігіт оқит-суқит жоқ болып кеткен. Енді әкесі мен ағалары қызды өлтіреміз деп кінжіп жатқан көрінеді. Шешесі, деліғылы болса да қызыма бір бай табылмады-ау деп жылап отырған көрінеді. Несі бар, Жандосжан сәл есі жоқ демесең, бір үйді асырап отырған еркек қой, жарасып кетер мүмкін». Аузына тандырнан мен сары майды бұралай тыққан Бәтима шайнап отырып жеткізгені осы болды. «Бірінші көрейік те, өткен жолға қыз сияқты болып жүрмесін». Алдыңғы қыз дегені оң қолынан станокта жүргенде айырылған Хадиша деген қыз. Хадишаға бәрі түсіндіріліп, ол зорға келісіп үйге келіп отырғанда Жандос әлек шығарды. Қолы жоқ қой деп Хадишаны қатты ұнатып қалған Ажардың жаны шықты. Бірақ Жандос 5 жастағы баладай қырсығып көнбей қойды. Ақырында көніп отырған Хадишаның қарсылығына қарамай ағалары әкетіп тынды ғой. Қазір өзі сияқты мүгедек бір жанға қол арбада отырған жігітке тұрмысқа шығыпты деп естиді. «Жоғе, өлгенше бір байды құшақтап отырсын деген шешесінің жанайқайымен келіп отырмын ғой саған. Ол қыз өмірден түңіліп кеткен дейді. 2 рет қораға асылып қалмақ болған жерінен аман алып қалған деседі. Өмірден бас кешкені ғой, әрі тұрмысы нашарлау көрінеді. Туған ағасының 5 бала шағасымен бір үйге сыймай отырғанға ұқсайды. Ертеңі қуып шығады оның жеңгесі. Сондықтан да мына байлықты көрсе, ойбай, қыздың өзі де кетпес». Ажар негізі пысық әйел, үйінің 2 қабатты етіп салып алған, келген келінді ең болмаса, үймен болса да қызықтырайын дегені ойда да жоқ емес. Банктегі қомақты қаржы тағы да бір үй салуға да жетеді. «Жарайды, бара көрерміз». Жүрегі алабұртқан Ажар әлі сенгісі келмейді. Түстен кейін Жандосты киіндіріп алып, қасына Бәтиманы алып машинамен жолға шықты. Не де болса баланы көрсін, ойлансын, ертең үйге келіп әлек шығарғанша деп ойлады Ажар. Көрші ауданға жеткен соң Бәтима қызымен хабарласты. Олар ағасы мен әкесінен қорқып кездесу орны деп бір кафені айтыпты. Машинадан түскен Ажар кафенің жаздық алаңында отырған Бәтиманың қызын көрді. Анасы мен қызы әжетханаға кіріп кетіпті. Біраз отырған соң қастарына орта жастағы көзі ойыншықтып қалған қара торы келіншек пен ақ құба, көзі қысықтау арық қыз келді. Аяғы ауыр деп естіген Ажар бірден ішіне қараған. Дым білінбейді. Қысқа киіп сылаңдап тұрған қыз өзімен өзі ұялы телефон шұқылап отырған Жандосқа көзімен ішіп жиі қарады. Деліғұлы демесе бойы ұзын, аса келбетті Жандосқа көпшілік бұрылып қарайтынды. Таныстықтан соң көз жасына ерік берген жаңа құдағи Жандосты айналып толғанып есі шықты. Жүрегім-ай, деп қойып қызының бағы дәл осы жігіт дегенін жүрегі сезіп отырғанды жасырмады. Үйге баруға әзірге жолдасынан қорқатынын, негізі қызды алып қашып кетіп, тойда бірақ көрсе де болатынын, әйтпесе ағасы көнбей жүруі мүмкін екендігін жасырмады. «Күнде жанжалдан шаршадым. Мына Айжан болмағанда
Құдай айдап сіздерге жолықтық, деп қойды құдағисымақ. Әрине, әлі үйреніп кетеді ғой, қанша адамдар жүр ғой айналамызда, деліғұлы болса да отбасын құрып, деп қойды Бәтима да. Қабағы салынған Ажарға жаңа келіннің ұсқыны ұнамайдыр. Сол уақытта құдағидың телефоны шырылдай қалып, сөйлесіп алмаққа аулаққа кетті. Келе көз жасына ерік берген құдағи қыздың әкесімен сөйлескен болып шықты. Қызын да өзінде құры деп айқайлап жатыр. Енді 2-3 күн ішінде бірден той жасап бастамасақ, мен де қыз да құраймыз. Алла куә ғой, жалғыз қызым бір ғана қателіктен өз әкесінің қолынан өледі ме, деп сөзін аяқтамай еңкілдеп жіберді. Болды, қоя салшы, әлі Жандоспен бақытты болып кетеді. Ажар да жаман адам емес, деп Бәтима да бастырмалата жөнелді. Сорлы қар, сен үшін көрмегенді көріп, әкеңнен естімеген сөздерді естіп жатырмын. Қызын қойып, қалған құдағи ашуланып отыр. Селк ете түскен қызы жерден көзін алар емес. Жаны ашып кеткен Ажар қыздың басын сипады. Көз жасына ерік берген жас қыз Ажарды құшақтап, еңіреп қоя берді. Ақырында Бәтиманың қызы үйіне, қалған 5-еуі Ажардың үйіне бетке алды. 2 қабатты үйді көргенде құдағидың көзі жайнап кетті. Аста төк дастархан басында болашақ құдалық туралы сөз қозғап, әрең тарқысқан. Бірақ қызы үйге бармаймын деп әлек салып қалып қойды. Амина жүзіктің көзінен өткен пысық болып шықты. Таң атпастан тұрып зар жүгіреді. Адам жұмсап үйренбеген Ажар әлі де үйренісіп кете алмай қысылды. 2-3 күн өткен соң түсте ала шапқын болып келгенде құдағи әкесімен біраз туыстарға кит алу қажеттігін, қалың мал-малы мұнша болу керек деп саңқылдай жөнелді. Астатпай жатып құдалық кигізіп, билеп төстеп жатқанына жыны келсе де, болашақта баласының осындай пысық қызбен қалатынын ойлап, әрі Аминаға бауыр басып қалғандықтан Ажар барлығына да келісті. Банктен бары қомақты қаржыны шешті. Тым арық келіннен күдіктенген Ажар қалтарыста жұқалап жағдайын сұрады. Сөйтсе, ішін бандажбен байлап алатын болып шықты. Той еткенше осылай жүре тұрсам деп өтінген келінге жоқ дей алмады. Қалыңға миллион болсын деген кезде шыдай алмаған Ажар, өздеріңіз келіп отырғандарыңызды ұмытпаңыздар. Мәселе ақшада емес. Ертең-ақ мына үйде бар қаражатта Аминанікі болады. Олардың бүкіл қаражатын желге шаша алмаймын, деді. Жоқ, құдағи, әкесінің ашуы басылсын деп жатырмын. Қалай болғанда да жалғыз қызы ғой. Күйеуге шықты дегенде естігенде дұшпандардың іші күйді. Бар жерге шықты дегенде естігенде тіпті жарылсын дегенім еді. Әкесі көп ағайынды, барлығынан кезінде кит кидік. Енді біздің кезек дегендей, той жасап солардың көкірегін бір бассам деймін. Әрине, ертең той жасаймын. Жалғызыма той жасасам деген арманым әлі де сөнген емес. Сіз құданы туыстарымен бір күнді белгілеп алып келіңіз. Тізімді беремін ғой. Құдағидың жүргеніне 3-4 күн өтті. Құдалардан тырс еткен дыбыс жоқ. Кімге қандай кит алу керегін, құдалыққа келетіндердің киім өлшемі қандай екенін мен білемін деп, кит алуға құдағи өзі жүретін болды. Бір-біріне үйренсе бастаған Жандос пен Амина үйде қалатын болған. Таңызан мен Жандостың әкесінің қарындасы үшеулеп жолға шықты. Қалаға жетісімен бірінші алтын көруден бастаған. 100 мыңға сырға сақин алғызып алған құдағи сол жерді-ақ тағып алды. Түскі аста ішпекке үшеуі бір кафеге кірді. Дастархан басында құдағидың талабы көбейіп бара жатқасын, қайынсіңлісі Ажарды әжетханаға барып келейік деп оңашаға шақырды. Жеңгесіне білген ақылын айтты. Қайтып келсе, құдағи орнында жоқ. Ол әжетханаға кеткен болар деп отыра берген. Біраз отырған соң секем алып үстел үстіне қойып кеткен сөмкесінен Әмияның іздеп таппай қалды. Алтыннан басқа кит деген миллионға жуық қаржы бар еді. Ол да жоқ. Ойбу, көз жақсым, сорлаппыз ғой. Шын айтыпсың, алаяққа жем болдық деп, еңіреп қоя берген Ажарға қандай басу айтарын білмеген қайынсіңлісі дереу ұялы телефонмен Жандосқа хабарласты. Телефоны сөндірілі болып шықты. Сосын қайынсіңлісі күйеуіне хабарласып, жеңгесінің үйіне барып көруді. Келінді ұстай тұрыңдар, бұлар алаяқтар болып шықты деуге шамасы әзер жетті. Ауылға келгенде Қайсар бар жігітті жұмылдырып, Аминаны жолда таксимен қашып бара жатқан жерінен ұстап алыпты. Қолында 2 сөмке үйдегі бағалы заттар көрінеді. Бірнеше жылдар қалаған алаяқ қыз іздеуде жүрген. Есімі Баян. Құдағидың да есімі тым бөлек болып шықты. Ал құдағиды ұстай алмады, іздеуге берді.
Екі ортада Бәтима да, қызы да арандап қалып, жауапқа алынды. Кешірім берген Ажар бармағын тістеп қала берді. Ал Жандос ештеңе түсінген жоқ. Бар білері. Екі қонақ кетіп қалды. Осылай деп жауап берген соң тәртіп сақшылары да қайта мазалай қоймады. Аузы күйген Ажардың ұлының енді үйленіп балалы болар деген үміті су сепкендей жоғалды. Бекер болған екен. Жандосқа шын жанашыр бауыр тауып бермеген екенмін. Бүгінде Ажарды осындай ой ғана мазалайды. Айтпақшы, Ажар кешірім бергеннен кейін Бәтиманың қолында соңғы үлгідегі телефон пайда болды. Өмір ғой.